Тажғалиева Замзагүл Тілепбергенқызы Орал қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі. Бүгінгі тәжірибем тапсырмаларға берілетін кері байланыстың тиімділігі жайында болмақ. Сабақ процесінде оқушы жұмысын жақсарту барысында мұғалім үшін де, оқушы үшін де тиімді кері байланыс маңызды әрекеттердің бірі. Олай болса, зерттеулерге сүйенсек, ғалымдардың айтуы бойынша түптеп келгенде тиімді кері байланыс мектепті дамытудың маңызды ең басты құралы болмақ. Ендеше, тиімді кері байланыс дегеніміз оқушы жұмысын жақсартудың бірден бір жолы. Олай болса, мен сіздерді тиімді кері байланысты сабақтың процесінде қалай жүзеге асыруға болады деген мақсатта сабағыма шақырамын. Олай болса, бүгінгі медеу сәрсектенің Қаныш Сәтбаев роман эссесі Кенжетай бөлімі бойынша сабақты бастайды. Оқу мақсаттары: идеяны жеткізу үшін автордың форма құрылымды тілді қолдану жолдарын анықтап баға беру, дәйекті дәлелдер мен тілді құралдарды қолдану, логикалық жүйелер құрастырылған ойы анық дискурсив эссе жазу. Олай болса, бүгінгі сабақтың бағалау критерийі бар. Оқалар. Мен сізге мынадай талқылау сұрағын ұсынғым келеді, оқушылар. Қаныш Сәтбаев кім? Айта беріңіз. Қазақстан Республикасының геологы, және ол Қазақ АКСР-ның академик директоры болған. Сонымен қатар оның 460 дерек көздері бар, 460-ға жуық еңбектері бар. Ол қазіргі уақытта қолданылады, және де Қазақстанның кен орнында байлықтар болжам картасы бар. Олай болса, ел дамуына қосқан үлесі Ахмет айтып кетті. Тағы қандай сіздің қосқаныңыз бар? Айта беріңіз. Сәтбаев өзінің осы пайдалы қазбаларының болжам картасы құру арқылы Қазақстандағы геологияның дамуына және де пайдалы қазбалардың игеруінің дамуына алып келді. Яғни осы арқылы Қазақстандағы көптеген кен орындары ашылды, және де осы Қазақстан дамуына, яғни сол кезде КСР-ның дамуына үлкен үлес қосты. Жақсы. Сабақ процесінде тиімді кері байланысты қалай беруге болады деген сауалға екі түрлі жауап беруге болады. Біріншісі, оқушыларға сол кездегі қол жеткізген деңгейі туралы ақпарат беру. Екіншісі, оның жұмысын жақсарту бойынша ұсыныс беру. Кері байланыс қалыптастырушы бағалау процесінде тиімді жүргізілсе ғана өзінің нәтижесін бермек. Өйткені қалыптастырушы бағалау екі тұлғаға да өтіп жатқан сабақтың оқу мақсатына жетуде қандай жетістіктерге жетіп отырғандығынан хабар беретіндігі анық. Ол үшін мұғалім сабақ жоспарын жан-жақты ойластырған жөн. Әдетте сабақ жоспарын біздер қатар сабақ беретін сыныптарға, сол сыныптарға сабақ беретін мұғалімдермен бірлесе өткіземіз, бірлесе жасаймыз, ақылдасамыз. Олай болса, біздің әрбір сабағымыз бірлесе жасалынған сабақ жоспары. Сабақ жоспарының мазмұнында әр детальға ерекше мән берген дұрыс. Жоспарда оқу мақсатына сай алынған тапсырмалар легін, тапсырмаға сай бағалау құралдарын дұрыс ойластырған жөн. Сабақ процесінде кері байланыс өз орны мен оқушыға тиімді берілсе, оның соғұрлым ықпалы да зор болмақ. Мұғалім тиімді кері байланыс арқылы оқушыға оның оқу деңгейінің қай жерде екендігін түсінуге, танымдық жағынан енді қай бағытта даму керектігін білуге көмектесіп отырады. Кері байланыстың қай-қайсысы да
оқушы мен мұғалім арасында өзара түсінушілікпен жүргізілген дұрыс. Өзара түсінушілікпен жүзеге асқан тиімді кері байланыс нәтижесінде оқушы өзінің қай тұстан мүлт жібергенін, нені толықтыру керектігін, келешекте нені ескеру керектігін толыққанды біле алады. Сабақ процесінде тиімді кері байланыс мұғалім мен оқушылар, оқушы мен оқушылар, мұғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы арасында жүзеге асады. Бұл әрекеттер барысында кері байланыс тұлғаға емес, олардың орындаған жұмысы мен әрекеттеріне берілген дұрыс. 11-112. Қандай болжамдарыңыз бар? Оқу керек. Я 112 елде басып шыққан бітіреді. Ал 11 рет Өте орынды. Бұл орайда сыныпқа ұсынылған бір ғана талқы сұрағы оқушының зиынын шоғырландыра отырып, мәселені тереңірек меңгертуге бағыттау болатын. Сұрақ қою оқушыларды әңгімеге тартудың тиімді тәсілі. Ал даналық бұрышында берілген тапсырмамен байланысы бар ма талқы сұрағының? Десек, әрине бар. Байланыс тақырып төңірегінде тереңірек білім беруге қолайлы шығармашылық атмосфера орнату болатын. Бұл тапсырмадағы тиімді кері байланыс қалай жүзеге асты дейтін болсақ, оқушылар автор пікірін оқыды. Берілген сұрақтар бойынша жұпта талқылады. Келесі тапсырмаға логикалық сабақтастық болды. Берілген тапсырманы орындау сәтінде оқушыға не істеу керектігі жөнінде нақты кеңес берілді. Неге назар аудару қажеттігі жайында даяр екі сұрақ бере отырып, тапсырма дискриптері ұсынылды. Сайып келгенде оқушы танымдық бағытта жаңа тақырыпқа деген қызығушылығын танытты. Кері байланыстың бұл түрінде тәжірибемде көбіне жаңа тақырыпты меңгерту үшін ұқсас тапсырмаларды салыстыра отырып, нәтижеге жету үшін не істеу керектігі қамтылып отырады. Кері байланыстың оқушыға ықпалы оның табиғатына байланысты. Бұл жердегі талқы сұрағына берілген кері байланыстың табиғаты оқушының уәжін көтеру болатын. Яғни, талқыға қатынасқан оқушының әр жауабын мұқият тыңдай тұрып, ұтымды ойларды мақұлдап тұрдым. Жауап толыққанды болмаған тұста сенің ойың қандай? Сен қандай толықтыру ендірер едің? Жетек сұрақтары арқылы талқы барысында аз да болса оқушының еңбегін елеп қолдап тұрдым. Бұл оқушының сабаққа деген қызығушылығын арттыра түсу мақсатын көздеген болатын. Келесі екінші тапсырмада роман-эссенің Кенжетай бөлімі бойынша шын жалған тапсырмасы таратылды. Бұл жерде тиімді кері байланыс қандай мақсатта болды дейтін болсақ, мақсат оқушылардың нені дұрыс жасалғандығын хабарлау. Бұл жағдайда оқушылар мұғалім тапсырманы орындау барысында олардан қателігінен гөрі олардың нені дұрыс орындағанын білуге көбірек ықпал еткен жөн. Тапсырма сапасы туралы ортақ нәтиже көрсеткішті қабілетті әртүрлі, яғни үлгерімі төмен оқушыдан бастап, пәнге қабілетті оқушыға да қолданған жөн. Бұл жерде тиімді кері байланыс тұлғаға емес, оның орындаған тапсырмасының сапасына беріліп тұр. Бұл жерде кері байланыстың тиімділігі сол,
мұғалім тиімді тыңдаушы бола алады. Кей жағдайда сынып оқушыларына дерлік кері байланысты қамти беру мақсатында бетпе-бет кездесу сәтінде оқушының жіберген қателіктерін талқылауға әбден болады. Бұл жерде кез келген кері байланыс тиімді болады, егер мұғалім дескрипторға сай кері байланысты берген жағдайда ғана тиімді болмақ. Қарап отырсаңыз, оқылым тапсырмалары жүзеге асты. Оқылым тапсырмалары барысындағы әр қадам жазылымға барар жол болатын. Яғни, оқушылар бұл әрекеттен кейін мұғалім тарапынан берілген жазылым тапсырмалары ұсынылды. Жазылым тапсырмасы. Кішкентай қаныштың қалтасын тесетін құрт ірімшік асық емес, даланың түрлі түсті жабайы тасы. Нұрым апасы аузын бүрмелеп берген асық қалтада ақыр тас салатын дорбаға айналған. Қалай ойлайсың? Бала қиял, бала арман жүзеге асты ма? Оқушыларға тапсырма берілгеннен кейін мұғалім даяр дескриптор ұсынды. Мен сізге мына дескрипторларды ұсынғым келеді. Оқу мақсаты. Қарайық. Дәйекті дәлелдер мен тілдік құралдарды орынды қолданып, логикалық жүйелі құрастырылған ойы анық дискуссивті эссе жазу. Олай болса, мен сізге мынадай нені ұсынамын, дескрипторларды ұсынамын. Бірінші, дұрыстаймыз сосын. Бірінші, қараңызшы, жақсылап бағалау критерийі. Бірінші, оқыған ресурстарын пайдаланған. Келесі, дәйекті дәлелдер. Дәйекті дәлелдер мен тілдік құралдарды орынды қолданған. Дұрыстай беруге болады. Келесі үшінші. Ойы анық. Эссе құрылымы. Сақталған. Қандай қосып аларыңыз бар? Дәлелдерді роман Эссенің үзіндісінен алып. Дәйектерді, дәйекті дәлелдер мен тілдік құралдарды орынды қолданған. Бұны қалдырайық та? Енді әрине бұл онсызда үзінді болады. Бұны қалдырайық. Тағы қандай? Қай жерде өзгеріс берсек? Логикалық жүйенің қосылуы. Логикалық жүйенің қосылуы. Ойы анық, эссе құрылымы сақталған. Так, мына жерде ше? Біріншіден. Жоқ, мұнда логикаға жатпай ма? Осы жерді қарап дегенім ғой, Темірлан. Мына жерде ше? Бұны кішкене дұрыстай. Қандай не ұсынасыз? Оқыған ресурстарды пайдаланған. Қандай мысалдар? Мүмкін біздің осы үзін. Пайдаланған және мысалдар келтіргенбіз. Ау? Пайдаланған және мысалдар келтіргенбіз. Пайдаланған
және мысалдар сайып келгенде жазылым дескрипторы мұғалім мен оқушы арасында талқыланып, нәтижесінде оқыған ресурстарын пайдаланған, үзінділерден 2 мысал алған, дәйекті дәлелдерді орынды қолданған, ойы анық, эссе құрылымы сақталған, сөз саны 110-120 болсын деген түйін жасалды. Оқушылар жазылымға кірісті. Тезистік тұрғыда эссені ортаға алып қалды. Баға береміз. Материалды бар жазылымды сағат тілімен бір-бірімізге айналдырып тексеріп шығайық. Топтан. Әр топтан бір үздік жұмысты атаймыз. Сұрақ қоюға болады. Түсінбеген тұсты. Сағат тілімен. Сұрақ қоюға болады. Жүргенен келген. Алмастырып қояйық. Келесі, оқып болса ауыстырамыз. Ауыстырамыз сағат тілімен. Үздік бір жұмысты шығарайық. Үздік жұмыс істеп, сол жұмыстың иесіне бересіз, сол оқушы өзінің дәптеріне шығып оқиды. Сіздерде сағаттарын ауыстырыңыз ба? Олай болса, Сұлтан, жібек, сіздің топта үздік жұмыс. Сұлтан, тақталға шығуға болады. Ауысағынан бері Күнді
түсі жастармен қызығып, басқа бала сияқты құр ілімшекпен қорықпай, өз қызығушылығына көп уақыт бөліп, мақсатына қарай қаныш болған еді. Ақырында кен факультетіне оқуға түсіп, 1926 жылы 14 мамырда өзінің дипломын жақсы деңгейде қорғап, жоғары дәрежелі кен инженері азаматқа айналды. Сонда кішкентайынан болған арманы геологиямен айналысу, шындыққа ие болып, Қаныш Сәтбаев өзіне қойған мақсатына жетті. Аз ғана эссеге кімнің қандай бағасы бар? Дискриптор бойынша аздың өтіш болып жасап көрейік. Сондықтан оқыған ресурстарды жақсы пайдаланған, яғни сәтті пайдаланған және 1926 жыл деген сияқты нақты фактілер көрсетілген. Алайда менің ойымша кейбір сөз тіркестері орынсыз қолданылған. Мысалы, шындыққа ие болды деген сөзді шындыққа айналды деген сөзбен алмастыруға болатын еді. Алайда жалпы бұл істе позициясын түсінікті, ойы анық және әсер қылмысы көреді. Жақсы. Келесі, сіздің топтан, Дана, сіздің топтан. Біздің топтан ең үздік шағалар Ал көрейік. Тыңдайық, жақсылап дискриптор бойынша бағамызды береміз. Кішкентай Қаныштың қалтасында даланың түрлі түсті жабайы тастарының болуы, бала күннен оның туған жерінің топырағына алудың байлығына қызығушылығын оятты. Бұл бала арманы болашақта баланың мамандығы мен бүкіл өмірлік мақсатына айналады. Қаныш Сәтбаев ертеректен зерек әрі дана бала бола отыра, балалық қызығушылығы әрдайым да қарапар жүреді. Қаныш технология институтының кен факультетінің студенті атанып, болашақта тарихта ерекше орын алатын инженер атанады. Жақсы, егер әжептәуір көлемдірек жазылған жағдайда өте сәтті эссе шығарылды. Өйткені дискриптор бойынша дәлел берілген ресурстардан азды көпті мәлімет құрылым сақталған. Ал егер де тағы ойын ресурстарды пайдаланып жатса, көлемді эссе шығаруға болады. Жазбаша кері байланыста оның қалай берілгені маңызды дүние. Бұл орайда жазба кері байланысты тәжірибемде қалай беремін, қалай тиімді берген дұрыс. Жазбаша кері байланыс барысында оқушы деңгейіне қарай қарапайым сөйлем мен сөз тіркестерін берген жөн деп санадым. Мысалы, автордың ойы нақтырақ бола түсу үшін қандай дәлел берер едің? Сілтеме арқылы не айтқыңыз келді? Пікіріңіздің ары қарата не болғандығын қорытынды ойдан көргім келеді. Бұл жазбалардан түйгенім, кері байланыс осы бағытта болса тиімді болады. Өйткені оқушыға тиімді кері байланысты барынша дұрыс түсінуін қамтамасыз ету үшін оқушының қатесін бетіне басқаннан мұғалім еш нәрсе өндірмейді. Керісінше, оны өзі байқамай отырып бағыттай алады. Мұғалім оқушыны тұлға ретінде сыйлай отырып, оның ойлауына, қызығушылығына қозғау салады. Сабаққа деген шабытын оятады. Он бірінші сыныпқа өткізілген Медеу Сәрсекенің Қаныш Сәтбаев роман эссесі сабағында мен қандай тиімді кері байланысты жүзеге асырдым деген сауал қоятын болсам, оқушыға не істеу керектігі нақты көрсетілді. Оқушының нені дұрыс жасағандығы хабарланды. Қатесі жөнделді және бағытталды. Жауаптарына не өз әрекеттеріне сыни тұрғыда оқушылар кері байланыс беруге дағдыланды. Мұғалім оқушыға кері байланыс беруде тек оның білімді меңгеруіне ғана емес, оның тәрбиесіне де жауапты болады. Яғни, сыныпқа келген оқушы өзінің уақытын босқа өтпегенін сезіну керек. Олай болса, оқушыға тиімді кері байланыс беру жолдары деп мыналарды атап өтуге болады.
кері байланыстың тәрбиелік мақсаты. Кері байланыс оқушыға нені дұрыс, нені қате істегенін көрсету мақсатында беріледі. Дегенмен, басымдылық оқушының нені дұрыс орындағанына бағытталуы керек. Себебі, оқушының орындаған жұмысынан нені дұрыс орындағанын білуі, оның оқуын жақсартуға ықпал етсе, қателігін түзету, оның ілгерілеуіне септігін тигізеді. Әрине, бұл жерде мұғалім мадақтау сөздерін өте орнымен тиімді пайдаланса, орынды деп ойлаймын. Келесі кері байланыс беруде уақытты қатаң ұстану. Егер кері байланыс оқушының тапсырманы орындап бола салысымен дереу берілсе, оқушы айтылған ұсынысты қабылдап, дер кезінде нені дұрыс орындау керектігі жөнінде нақты түсінік алады. Ал егер кері байланыс беру уақыты созылып кетсе, оқушы кері байланыспен өз әрекетін байланыстыра алмай, уақытын жоғалтады. Оқушылардың жеке қажеттілігіне мән беру. Кері байланыс беруде әрбір оқушының жеке ерекшелігін ескеру керек. Өйткені, мұғалім жақсы білесіз, сыныпта әртүрлі деңгейлі оқушылар отыр. Олай болса, кейбір оқушылар өздерінің қабілеттеріне сәйкес жоғары деңгейге жетуді қаласа, басқа оқушылар өздеріне сенімсіздікпен келесі қадамды жасауға батылы бармайды. Оқушының сезімін жаралап алмау және оған тиімді кері байланыс берудің арасында тепе-теңдікті ұстану қажет. Келесі 4 сұрақ қою. Бұл жерде бұл сұрақтар, яғни бірінші, оқушы не істей алады? Оқушы нені істей алмайды? Бір оқушының жұмысы басқа оқушының жұмысымен қалай салыстырылады? Оқушы нені жақсарта алады? Осы сұрақтар арқылы, үнемі жауап беру арқылы оқушыларға тиімді кері байланысты қамтамасыз етуге болады деп ойлаймын. Кері байланыста нақты білім мен дағдыны қалыптастыру. Бұл жерде кері байланыс беруде дескрипторларды бағалау критерийіне сай орынды қолданған дұрыс. Оны ұсынасыз, немесе оқушымен талқылап келіп бір түйін жасауға болады. Оқушыларды өзара кері байланыс беруге дағдыландыру. Оқушыларға тиімді кері байланыс ұсынудың үлгісін көрсету. Шынайы мақтап айту. Оқушылар мұғалімнің әрбір сөзін мұқият бақылап отырады. Олай болса, бұл жерде кері байланыс оқушының нақты меңгерген тәжірибелік білімі мен қабілетіне қай деңгейде жетуіне мүмкіндік беретін нақты мұғалім жеткізіп отырған дұрыс деп ойлаймын. Оқушыларды мұғалімге кері байланыс беруге үйрету. Бұл жолда мұғалім сыныпта сіздерге не ұнады, не ұнамады? Егер мұғалімнің орнында болсаң, нені басқаша істер едің? Мұғалімнен нақты не үйрендіңіз? Егер бұл бағытта неғұрлым шынайы кері байланыс алсаңыз, өзіңізге педагог ретінде берілген нақты бағаңызды көре аласыз. Кері байланыс оқушының оқуы мен ілгерілеуіне сөзсіз ықпал етеді. Әрбір оқушының өмірге дайындығына, айналасында болып жатқан құбылыстарды түсінуіне де ықпал етеді. Ендеше, сындарлы кері байланыс оқушының өзіндік көзқарасы мен дүние танымын дамытып, шешім
қабылдауға үйретеді. Бүгінгі заманның сұранысына орай тұлғаны тілдік тұлға дәрежесіне көтеру мақсатында өз пәнімді игертуде үлкен жауапкершілікпен қараймын. Менің жауапкершілігім кәсіби дамуым, ізденісім. Бұл ізденіс жолында педагогикалық шеберлік орталығының кітапханасын үздіксіз оқимын, пайдаланамын. Оқу дағдыларының ішіндегі ең өнімді дағды жазылым дағдысы. Оқушы жазылым арқылы өз білген түйгендерін мұғалім ұсынған бағалау критериялары арқылы жазады. Олай болса, мұғалім тапсырмаға тиімді кері байланысты жазбаша бергенде оның қалай бергені маңызды. Жазбаша кері байланыс жалпы оқушының жан дүниесін сипаттайтын, тілді түсіне білуді қажет ететін, оның әлеміне жалпы ішкі әлемін құруға оң ықпал ететіндігі сөзсіз. Осы орайда тапсырмаға жазбаша тиімді кері байланысты қалай беруге болады деген сұрақ туындайды. Тапсырмаға жазбаша тиімді кері байланысты қалай беруге болады? Қарап отырғандарыңыздай, әрине, жазбаша барысында тиімді кері байланысты оқушыға түсінікті болатындай жеңіл, айқын берген дұрыс. Бұндағы мақсат оқушылардың кері байланысты барынша дұрыс түсінуін қалыптастыру. Оқушының түсінуіне жеңіл, айқын болады, егер мұғалім жеңіл сөздер мен жай сөйлемдер арқылы берсе. Берілетін жазбаша және ауызша кері байланыс оқушының деңгейінде ұсынылса. Сондай-ақ тапсырмаға берілетін кері байланыс нақты берілген жөн. Бұндағы мақсат оқушының қатесін жөндемей бағыт беру. Нақты кері байланыс тиімді болады, егер зат есімдер және оларды сипаттайтын сын есімдер көп қолданылса. Ұсынылған критерийға байланысты берілсе. Кей жағдайда мұғалім кері байланысты сілтеме арқылы да бере алады. Мысалы, оқушы бастауыш пен баяндауыш арасына қойылатын сызықшаны қоймай кетсе, бұл жағдайда мұғалім 8-ші сынып қазақ тілі 52-ші бетті оқуға болады деген сықылды сілтеме жасай отырып кері байланыс нақты беруге болады. Сондай-ақ
тиімді кері байланыс әрине мұғалімнің дауыс ырғағына да байланысты болады. Бұл жерде дауыс ырғағын дұрыс берудегі мақсат оқушыны тұлға ретінде құрметтеу, оқушының ойлауын дамыту, қызығушылығын ояту, сабаққа шабыттандыру. Бұл жағдайда кері байланыс тиімді болады, егер оқушының қабылдауына жағымды фразаларды қолданса, мұғалім өзі қызықтыратын мәліметпен бөліссе. Әрине, жазбаша кері байланыс беру барысында ол жазбаша кері байланысты қайда жазу керек деген сұрақта, әрине мұғалім әдетте біздер оқушының жұмысын жақсарта түсу мақсатында біздер көбіне мұғалімдер парақ шетіндегі жолаққа жазу, бұл енді кері байланыстың ең кең таралған түрі. Бұл жерде нақты ұсыныстар, бағанағы айтылған нақты жазуға тиісті кері байланыстарды оқушыға түсінікті етіп жазса, бұл да тиімді кері байланыстың санатына қосылады. Сондай-ақ тапсырмаға ауызша кері байланысты қалай беруге болады деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл жағдайда әрине ауызша және жазбаша кері байланыс мазмұн жағынан ұқсас келеді. Бағанағы айтқан айқын, нақты беру, дауыс ырғағына қатысты кері байланыстарды беру, бұлардың ерекшеліктерінің барлығы да ауызша кері байланыста ескеріледі. Олай болса, ауызша кері байланыста көбіне көп тез және тыныш кері байланыс беруге болады. Бұнда тез және тыныш кері байланыста мұғалім бір оқушының кедергілері мен қиындықтарына бүкіл сыныптың назарын аударудың қажеті жоқ. Бұндай жағдайда мұғалім оқушының қасына барып, қысқа уақыттың ішінде жеке сөйлесу арқылы да шешім табуға болады. Жеке оқушымен бетпе-бет конференцияда, яғни бұл жедел кері байланыс түріне қарағанда бұл тәсіл сабақтың ажырамас бөлігі емес. Бұл тәсілді мұғалім сабақ үстінде өз үстелінің жанында оқушының аяқтаған жұмысын жеке-жеке талқылау барысында қолдана алады.
бұл бетпе-бет жеке оқушымен кері байланыс тәсілін кез келген пәнде қолдануға болады. Сабақтан тыс конференция. Бұл егер оқушының көбірек уақытты қажет ететін қиындықтары болса, мұғалім оған сабақтан кейін арнайы уақыт белгілеуіне болады. Бұл әдетте сабақтан соң мұғалімнің бос уақытына сәйкес жүргізілген дұрыс. Сондай-ақ топтық тиімді кері байланысты қалай берген жөн? Топтық кері байланыс бұл сабақтың басында өткен сабақты пысықтау мақсатында оқушылардың алдыңғы білімдерін тексеру кезінде, жаңа тақырыпқа кіріспе кезінде, тақырыпқа шолу сәтінде, оқушылар ауызша жауап беріп тұрған сәтте, орындаған тест жұмысымен қайта жұмыс жасау барысында сыныптың мықты әлсіз тұстарын талқылау сәтінде беруге болады. Әрине, мұғалім тиімді кері байланысты беру әдіс тәсілдерін жақсы меңгерсе, пайдалы кері байланыс беру оның кәсіби шеберлігінің ажырамас бөлігіне айналатыны хақ.